Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Қазақстандық профи Геннадий Головкин келесі кездесуін бразилиялық үміткер Эскива Фалькаоға қарсы өткізу керек. Мұндай шешімді WBA және IBF ұйымдары бірігіп шығарды. Бұл Гена үшін аталмыш ұйымдардың белбеуін міндетті қорғау болады. Ертеректе сол WBA ұйымы Головкинге Эрисланди Ларамен кездесу өткізу үшін келісімге келуге 30 күн мерзім берген еді. Ал жаңа үкімді олар осы уақытта аяқталған күні шығарып отыр. Әзірге қос боксшы тарабы бұл шешімге қатысты пікірлерін білдірген жоқ. Өйткені санкциялаушы ұйымдардың ресми хаты олардың қолына тимеді. Дүниежүзілік бокс қауымдастығы, яғни WBA президенті Хилберто Мендосаның айтуына қарағанда, өздерінің бұрынғы шешімдерін өзгертуге тура келген. Олардың ойынша Гена бірінші IBF бойынша үміткер Эскива Фалькаомен шыққан дұрыс. Мұны IBF-тегі әріптесі Дэрил Пиплзбен ақылдаса келе ұғыпты. Бұл бірлескен шешім бәрін саралай келе Фалькао кандидатурасы дұрыс деген ойға келдік, деді ол. Функционердің айтуына қарағанда, бұл жолы Головкинге міндетті белбеу қорғаудан босату жағы қаралмайды. WBA бұған дейін Triple G'дің бір салмақ жоғарылап абсолютке бокстасуына жол ашты. Енді ерікті белбеу қорғау деген болмайды. Ал Головкин Фалькао кездесуінің жеңімпазы сосын тағы бір белбеу қорғаусының өткізеді. Ол кезде қарсылас WBA-ның қалыпты чемпионы Эрисланди Лара болады, деді ол. Жақын арада Головкинге қос бірдей міндет тапсырылады. Бірінші Фалькаомен, сосын жеңімпаз болғаны Ларамен. Ендік жерде біздің тараптан ешқандай қосымша шешім Головкинге берілмейді. IBF те солай жасайды деп үміттенемін, деді WBA басшысы. Ертеректе Головкин Лараға қарсыға дайындалуды ойлап жүрген, өйткені WBA оның Канеломен бокстасуына мүмкіндік берген үшін осындай міндет алған болатын өзіне. Енді міне сценарий өзгеріп шыға келді. Бұл ойынға Головкиннің өзі де араласып жатуы мүмкін. Өйткені осыдан бірнеше күн бұрын оған Фалькао тарапынан өте жақсы ұсыныс түскені белгілі болды. Бразилиялық бұл кездесуді өз отанында үлкен стадионның бірінде өткізу туралы идея тастаған. Бразилия үлкен мемлекет, ал аталмыш сында миллиондаған жанкүйерлер көре алады. Бұл дегеніміз үлкен қаржы, ал кубалық Лара бұл ретте қаржылық жағынан тиімсіздеу. Енді Головкин Фалькаосына Альварес Головкин кездесу аяқталғаннан 120 күн ішінде өтуі тиіс. Бір ай артта қалды. Енді алда бізде 3 ай уақыт бар. Демек, осы сын қаңтардың ортасына өтуі керек. Енді ресми жаңалықтарды күтеміз. Ал осы жаңалық шыға салысымен аталмыш жекпе-жек Қазақстанда өтеді екен деген ақпарат тарауда. Бұған себеп те жоқ емес. Канеломен болған кездесуден соң Гена елде кездесуге шығу жоспарында бар дегенді айтқан еді. Бірақ менің пікірімде ол болсын емес. Triple G Қазақстанда кездесу өткізсе, бұл қоштасу сыны болады. Және өзіне оңтайлау боксшымен. Фалькао өте мықты. 30 кездесуде бірде-бірде жеңіліп көрмеген. Оны Қазақстанға шақырып алып, жеңіліп қалса масқара болады. Бұл бір. Екінші себеп, жоғарыда айтқандай, қаржы мұнда басты маңызға ие. Гена қанша жерден Қазақстанда сүйікті спортшы болғанмен, кемінде 20 миллион сыйақыны бізде оған ешкім бермейді. Сондықтан бұл жай сөздер ғана. Қазақстандықтың мұхиттың арғы бетіндегі соңғы жекпе-жектері осы Фалькао мен Лараға қарсы өтетін шығар. Міне осыдан кейін біз боксшымыздың елдегі бәсекесін көреміз. Сол жерде ол ресми түрде қолғабын шеге келеді. Бұл енді кіршіксіз сценарий болмақ. Ал әзірге сұраныс барда, чемпион болып тұрғанда ол мұнда келе қоймас. Мұны бізде жақсы түсінеміз. Өмірін боксқа арнаған соң, оның қызығында көру керек. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.